Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын песочный печенье дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сармайды саламыз, үстіне қант қосып миксерлейміз, шым-шым тұз салып, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз 2-3 минуттай. Одан соң ұнға қопсытқыш қосып араластырып алып, аз-аздан салатын боламыз. Осындай масса шығу керек. Дайын болған массамызды кондитерлік мешокқа салып аламыз. Дәл осылай видеодағыдай формочка жасап шығамыз. Үстінен басамыз, қалаған вареньені салып шығасыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Сонымен печеньеміз дайын, жүп-жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.